Бірақ менің су ресурстары министрінің өкіліне бір сұрағым бар. Осы сарапшылардың ойынша болашақ 10 жылдың ішінде Қазақстанның оңтүстігі мен орталық Азия елдерінің жері ауыл шаруашылығын пайдалануға жарамайтын жерлерге айналады деп отыр. Енді бұл негативті болжауды болдырмау үшін ол суды үнемдеуді қалыптастыру керек. Мысалы үшін Қазақстанда су тұтынушыға жеткенше, оңтүстік Қазақстанда, оның 40-50% ысырап болады. Дәл сондай жағдай Өзбекстанда. Жаңа ғана министр мырза айтып кетті, Сырдарияның 80%-ын Өзбекстан тарабы қолданады деп. Міне сондықтан су ысырабын болдырмау үшін бізге екі мемлекеттің арасындағы жаңағы ғылыми техникалық интеграция қажет. Өйткені судың көбі Өзбек тарабында. Міне осындай ғылыми техникалық интеграция жобалары бар ма? Және болашақта мен айтқан негативті сценарийдің болмау үшін бүгін министрлік жалпы басқа мемлекеттермен қандай бірлескен іс-шаралар жасап жатыр. Рахмет. Су ресурстар министрлігінің өкілінің микрофонын қосыңыздар. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, су үнемдеу жағынан бізде Қазақстанда су үнемдеу жол картасы қабылданған. Соның ішінде бірнеше іс-шара қай жылы қанша көлемде су үнемдеу технологияларын енгізу бәрі жасалған. Өзбекстан жағынан қарасаңыз, мына келісім шартта су үнемдеу мәселесі де қарастырылған. Екіншіден, жаңағы халықаралық болжамдар айтып кеттіңіздер. Көбінесе тек қана климаттың өзгеруіне емес, бұрынғыдай су көп келетін кезеңдер болады, су аз келетін кезеңдер болады. Мысалы айтып кетсек, 74 жыл, 75 76 жылдары Совет үкіметінің кезінде енді бір мемлекет болды ғой. Сол кездердің өзінде су аз келіп, Қызылорда облысында 50 000 гектардай күрішті күйдіріп алған кездер болды, су аз кезіндегі. Мен айтайын деп отқаным, ол цикл ретінде бір кездерде су көп келеді, бір кездерде аз келеді. Сол климаттың өзгеруіне байланысты және ол судың циклына байланысты болып келеді. Біз ойлаймыз, орталық Азияда да судың тапшылығы болып жатса да, қазіргі таңда үкімет тарапынан бір үлкен жоба қарастырылып жатыр. Ол ертістің суын Сырдарияға дейін жеткізу. Ондай бір үлкен жобаны бастап жатырмыз.